Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдан маңа терең сай, тасыған өзен көрілдеп, Ұлы ақын, ағартушы, қазақ жазба әдебиетінің және қазақ тілінің негізін салушы Абай Ибрахим Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы Шығыс Қазақстан облысы, бұрынғы Семей уезі, Абай ауданында, бұрынғы Шыңғыстау облысы, Шыңғыс тауының бөктерінде дүниеге келген. Абай атақты Тобықты руының Ырғызбай тобынан тарайды. Ол ауыл молдасынан оқып жүрген кезінен ақ зеректігімен көзге түсті. Абай тек қана ақын емес, сонымен қатар сазгер. Халық арасынан шыққан таланттарды танып, олардың еңбегін таратушы болды. Абайдың ән шығармашылығы қазақтың халық музыкасында ерекше орын алады. Сегіз аяқ, айттым сәлем қаламқас, желсіз түнде жарғай, көзімнің қарасы сынды әндері әлі күнге дейін халықтың жүрегінен орын алады. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең, менше сүйдеп толғаған Абай әннің ерекше күшін, рөлін өз поэзиясында шеберлікпен суреттеп, адамның нәзік қиял шегіне тиіп, қозғау, түрткі салатын құралдың ән екенін, ұйықтап жатқан жүректі ән оятар, оның тәтті оралған мән оятар деген өлең жолдар арқылы айқын дәлелдейді. Астағы жас
Sen de bir кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дейді. Демек, абай үміт еткен әр қазақ баласының мақсаты, парызы туған елге қызмет ету. Өйткені әр адамның мінезінен, ой өрісінен, іс-әрекетінен, мақсат мүддесінен қоғамның жолы айқындалады. Қоғамның жолы дегеніміз бүгінгі сіз бен біз тұрып жатқан қазақ жолы. Сондықтан да қазақ елінің өркендеп кемелденуін ойлаған әр азамат өзін дамытуға, кемелдендіруге ұмтылған абзал. Кемелдендірудегі мақсат ұлтқа қызмет ету. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге. Қуансаң, қуан сол кезде, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі